Қайырлы медицина университетінің студенттері, бүгінгі біздің биохимия сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз ол кребс циклы. Биохимиядағы ең күрделі циклдердің процестердің бірі. Жалпы кребс цикл дегеніміз не? Ол митохондрия матриксінде жүретін АТФ алу процесі, яғни энергия алу процесі. Біздің ағзамызда білесіздер, энергия көзі ол АТФ деп болып есептеледі. Жалпы ол гликолиз бен май қышқылдарының бета тотығуының реакцияларының нәтижесінде ацетил ко дейтін өнім түзіледі. Жалпы соңына қарай, ал одан бері қарай пируат түзіледі. Ацетил ко түзіледі. Толық тотыққан кезде ол энергия ала аламыз одан, және көмір қышқыл газын ала аламыз. Яғни энергия ретінде АТФ, надаш, фадаш 2. Надаш пен фадаш не үшін жатқызып отыр? Өйткені бұларда энергияның бір түрі. Просто АТФ-тің өте күрделенген түрі болып табылады. Енді жалпы бізге энергия алмастан бұрын оған өнім керек. Біз өнімді оған қай жерден аламыз? Өнімді біз күнде тұтынып жүрген тағам өнімдерінен аламыз. Біз ол тамақты жеген кезімізде асқазанымызға түседі. Асқазанымызда ферменттердің арқасында ол ыдырайды, белоктар амин қышқылдарға дейін. Жалпы олар ыдырағаннан кейін ішегімізде қанға сіңіріледі. Қанға сіңірілген кезде олар бауырға барады. Енді бауырда бізде жалпы глюкоза алдық, глюкоза энергия көзі дедік қой. Енді ол глюкоза бізде оның қызметін айтпай тұрып, ол не болатынын, қандай реакцияға түсетінін, ол тіндерге қалай кіретінін тоқталып кетейік. Жалпы түзілген глюкоза қалай енеді тіндерге? Ол транспортер арқылы енеді. Яғни кейде инсулинге тәуелді енеді, ал кейбір жағдайларда инсулинге тәуелсіз енеді тіндерге. Жалпы ол транспортердің 5 түрін ажыратамыз. Бірінші транспортер бізде ол мида, плацентада, бүйректе, тоқішекте орналасады. Осы жерде орналасқан тіндерге глюкозаны өткізеді. Ал екінші глют-2 транспортері ол бауырда, бүйректе, ұйқы безінің бета жасушаларының лангерган сарыалшықтарында және ішектің энтероцитті жасушаларында орналасады. Ал үшінші транспортер ол бізде көптеген тіндерімізде орналасады. Ағзамыздағы, миымызда, плацентада және бүйректе, басқалар секілді. Ал бізде төртінші глют бұл ерекше, өйткені ол инсулинге тәуелді. Өйткені глют төртінші транспортер ол бізде бұлшықеттерімізде, май жасушаларымызда орналасады. Өйткені бұл жерге энергияны көптеп талап етеді. Біз қозғалған кезде бүйтіп қолымызды ашып жұмғанның өзіне ол энергия жұмсайды біздің ағзамыз. Ал жалпы инсулиннің бұл жерге қандай қатысы бар? Инсулин ұйқы безінің бета жасушаларына бөлінетін гормон. Ол тіндерге барған кезде осы төртінші транспортерді барып ашып береді инсулин. Ол жанында тұрған өзінің рецепторына әсер етеді. Одан кейін ол рецептор кезекті глют төртінші транспортерға әсер етеді. Сол арқылы глюкозаны кіргізетін болып табылады. Ал глют бесінші транспортер бізде жіңішке ішекте орналасады. Жіңішке ішекте орналасқан бөлек, глюкозадан бөлек бұл транспортер фруктозаны да қабылдайды деп есептейді ғалымдар. Енді әрі қарай кеттік. Бізде жалпы бауырға барған глюкоза гликолиз сатысына түседі. Гликолиз процесі дегеніміз глюкозаның ыдырауы, яғни қақ ортасынан айырылуы. Біз білеміз, глюкоза ыдырағанда пируат түзіледі жалпы. Екі пируат түзіледі, екі пируат бұл бір глюкозаны құрайды. Енді басына қарайтын болсақ, реакцияның басына бізде глюкоза берілген, глюкоза бізде глюкоза 6 фосфатқа айналатын жерінде энергия жұмсап тұр. Энергия, яғни АТФ, АДФ-қа айналып кетті. Аденозин трифосфаттан аденозин дифосфатқа айналды. Аденозин дифосфат уже бұл энергия көзі болып табылмайды. Бұл толыққанды бізде энергия көзі АТФ болып табылады. Шатастырмаңыздар осыны. Ал одан кейін глюкоза 6 фосфат, фруктоза 6 фосфатқа айналады. Фруктоза 6 фосфаттан фруктоза 1,6 бисфосфатқа айналатын жерінде ол тағы бір энергия көзін жұмсайды. Яғни АТФ-тен аденозин дифосфатқа айналады. Енді фруктоза 1,6 бисфосфат диоксиацетон фосфатқа айналады және глицеральдегид фосфатқа айналады. Бәрібір бізде мына түзілген диоксиацетон фосфат соңында глицеральдегид фосфатқа айналады соңында.
Ал осы глицеральдегі фосфаттан 1,3 дисфосфоглицерат түзілетін жерінде надаш түзіледі. Надаш. Ал 1,3 дифосфоглицерат 3 фосфоглицератқа айналатын жерінде өзіне энергия өндіріп алады, яғни АТФ өндіріп алады. Мына АДФ-ті фосфорлау арқылы АТФ-ке айналдырып алады. Енді 2-де 3 фосфоглицерат, 2 фосфоглицератқа айналады. 2 фосфоглицерат өзінің кезегінде өзіне суды шығарып жіберу арқылы фосфоэнол пируватқа айналады. Фосфоэнол пируватқа айналатын жерінде тағы бір АТФ-ті өндіріп алады. Жалпы бізде гликолиз сатысында 4 АТФ, 2 надаш түзіледі. 4 АТФ дегенімізде бізде таза пайда 2 АТФ болады. Өйткені 2 АТФ-ті біз мында және мында жұмсап жібергенбіз. Соңында таза пайда 2 АТФ. Енді соңында 2 пируват түзіледі бізде. Енді надаш пен фадаш 2 бұл энергия көздері деп айтқан болатынбыз. Олар қалай энергия көзі бола алады, оны соңында тоқталамыз. Одан алдын айта кетсек, бір надашымыз бізде 2-де 5 АТФ-ке тең болады. Біз оны жуықтап алатын болсақ, 3 АТФ деп аламыз. Бір надаш 3 АТФ-ке тең, ал бір фадаш 2 ол 1-де 5 АТФ-ке тең. Яғни жуықтап алатын болсақ, 2 АТФ. Бұл түсінікті ғой. Бұны жаттап алыңыздар қазір. Соңында АТФ-терді санайтын кезде керек болады. Енді түзілген пируват не болады? Пируват митохондрияға барады. Митохондрияның сыртқы мембранасынан өте алады, бірақ ол ішкі мембранасынан өте алмайды. Өйткені пируват бізде оң зарядты зат. Ал ішкі мембранасы мен митохондрияның құрылымы сәйкес келмейді, оны өткізбейді. Сондықтан ол ацетил куаға айналады. Пируват дегидрогеназа кешені арқылы. Енді түзілді бізде ацетил куа. Бізде айтқан болатынбыз, бір пируват, 2 пируват түзілді дедік. Бір пируват ацетил куа түзілді, екінші пируват тоже ацетил куа түзілді. Соңында бізде 2 ацетил куа түзіледі. Яғни бір пируваттан 2 надаш түзіледі. Бізде 2 пируват болғандықтан 2 надаш түзіледі. Бұл жерде кофермент ретінде В1 витамині, тиамин, В2, В3, ПП витаминдері қолданылады. Бұл кофермент дегеніміз тоже фермент сияқты жұмыс жасайды коферменттер. Бірақ андай поддержка беріп жұмыс жасайды. В основном фермент өзінің жұмысын атқаратын. Ал енді түзілген ацетил куаның қайда барады? Ол митохондрияның тікелей өзінің ішкі мембранасына барады. Барған кезде ол цитрат синтаза дейтін ферментпен реакцияға түседі де цитрат түзіледі. Цитрат аконитаза дейтін фермент арқылы цитраттың құрамындағы суды шығарып жібереді де цис-окинататқа айналады. Цис-окинатаза ферменті қайттан оған суды қосып береді. Сөйтіп ол изоцитратқа айналады. Бұл жерде сұрақ туындайды. Не үшін окинатаза ферменті басында суды шығарып алып, одан кейін қайттан қосты деген? Өйткені цитраттың құрамындағы гидроксил топ ыңғайсыз орында орналасқан, яғни декарбоксилденуге ыңғайсыз орында. Сондықтан ол цис-окинататқа айналдырып алады да, қайттан суды қосқан кезде изоцитратқа айналады. Сол кезде өзінің гидроксил тобын өзіне ыңғайлы орынға қойып береді, чтобы декарбоксилдену әрі қарай оңай болу үшін. Енді түзілген изоцитрат дегидрогеназа ферменті арқылы альфа-кетоглутаратқа айналады. Осы жерде бізде надаш түзіледі. Бір надаш кетті, міне. Енді бір ескертетін жайт, бұл жерде альфа-кетоглутарат аммиак бар ғой, NH3, осыны залалсыздандыруға қатысады. Егер біздің ағзамызды аммиак көбейіп кететін болса, альфа-кетоглутарат естественно осы жаққа барады да, бұны залалсыздандырумен айналысады. Яғни аммиак көбейіп кетсе, бұл азайып кетеді, өйткені мынаған жұмсалып жатыр барлығы. Сол егер альфа-кетоглутарат азайып кететін болса, әрине энергия аз өндіріледі біздің ағзамызда. Енді альфа-кетоглутарат бізде сукцинил куаға айналады. Альфа-кетоглутарат дегидрогеназа комплексі арқылы. Бұл жерде екінші надаш түзілді, міне. Екінші надаш дәл осы жерде түзіледі. Енді әрі қарай сукцинил куа синтетаза дейтін фермент арқылы сукцинатқа айналады. Сукцинатқа айналған уақытында ГТФ түзіледі. ГТФ бұл энергия, АТФ екеуі бір. Тек құрылымы басқаша болып келеді. Ол бірақ ГТФ соңында бәрібір АТФ-қа айналып кетеді. Енді бізде сукцинат
әрі қарай сукцинат дегидрогеназа дейтін фермент арқылы фумаратқа айналады. Яғни фадаш түзілу арқылы. Фадаш екі түзілу арқылы. Міне, бір фадаш кетті мына жерде. Фумарат, фумараза дейтін фермент арқылы өзінен суды шығарып жібереді де малатқа айналады. Малат әрі қарай малат дегидрогеназа дейтін фермент арқылы оксалоцистат қымызды қышқылға айналады. Осы жерде міне үшінші надаш бізде түзіледі. Кребс циклының соңғы өнімі бізде оксалоцистат қымызды қышқыл болып табылады. Енді міне қараңыздар, бізде екі ацетил ка айналымға түсті. Міне бір ацетил кадан бізде 3 надаш, 1 фадаш, 1 АТФ, 2 СО2 түзіледі. Ал бізде екінші ацетил ка тоже реакцияға түскенде дәл осындай өнімдер келеді. 3 надаш, 1 фадаш, 1 АТФ, 2 СО2. Енді екі айналымды қосқан кезде 6 надаш, 2 фадаш, 2 АТФ, 4 СО2 түзіледі. Енді айттық, надаш пен фадаш 2 бұлар бізде энергия көздері деп. Бұлардан енді қалай энергия жасаймыз деген сұрақ болады. Енді бұлар бізде мембрананың, митохондрияның ішкі мембранасына тасымалданады. Митохондрияның ішкі мембранасында бізде осындай комплекстік белоктар орналасады. Бұл комплекстік белоктар не істейді? Бізде 4 комплекс көрдіңіз, міне, бірінші комплекс, екінші комплекс, үшінші комплекс және төртінші комплекс. Бірінші комплекс бізде ФМН деп аталатын комплекс. Бұл жерде надаш келеді. Надаш келген кезде өзіндегі сутек ионын береді. Ол ФМН сутек ионының протонын мембрана аралыққа жібереді. Яғни ішкі мембрана мен сыртқы аралық, ішкі және сыртқы мембрананың аралығына осы жаққа шыға жібереді бұл протондарды. Өзіне электронын алып қалады. Сутек ионның электрондарын өзіне алып қалады. Әрі қарай надты жібереді айналымға қарай. Ол қайттан өзінің кребс циклына кетеді. Жаңағы кеткен кезде қайттан надашты алып келеді. Яғни сутек ионын қайттан алып келеді, қайттан береді. Осылай айнала береді бұл реакция. Ал бұл жерде феррум С берілген темір тотығы. Ол темір тотығы өзіне электрондарды ұстап қалады. Ұстап қалып, мына жерде тұрған убахинон дейтін белокқа береді. Енді бізде екінші комплекс. Тоже ФМН сияқты, тек надаштың орнына фадаш 2-нің сутегін алады. Сутегін электронын алады. Әрі қарай фад кетеді сол кребс циклына. Енді убахинон белогы бізде тасымалдаушы белок. 1 мен 3-ші комплекстің аралығындағы. Енді 3-ші комплекске барып электрондарын берген кезде, бұл жерде тоже темір тотығы орналасқан. Феррум тотығы мына жақтан әкелінген электронды мына жақтағы цитрат С белогына береді, тасымалдаушы белогына. Бұл цитрат С белогы 3-ші комплекс пен 4-ші комплекстің аралығында орналасқан тасымалдаушы белок. Яғни 4-ші комплекс әкеліп тасымалдап берді. Енді бұл жерде 4-ші комплекстің бөліктері болады өзі. Купрум А, купрум Б, цитрат А, цитрат А3 дейтін бөліктер болады. Бұлар тоже солай темір тотығы сияқты жұмыс жасайды. Яғни электрондарды алып, керекті жеріне береді, жеткізіп береді. Яғни енді бұл электрондарды алды. Енді не істейді әрі қарай? Электрондарды матриксқа қарай келетін оттекке береді. Оттектің құрамына қосып жібереді. Яғни тыныс алған кезде оттек келеді ғой. Оттекті ұстамыз, осы оттек мына жаққа келеді. Міне келген кезде екі электрон қосып алып өзіне, и матрикстен 4 ион келеді. 4 сутек ионы келеді. Осы арқылы соңында су түзіледі. Бұл су бізде жанама энергия көзі. Жанама энергия көзі және шығарылып кетеді өзінің энергиясын берген кезде, тері арқылы, зәр арқылы секілді. Енді бізде мына протондар не болды? Протондар протондық градиент бойынша бізде берілген АТФ синтаза дейтін құрылымға барады. Оны кейде 5-ші комплекс деп те атап жатады. Енді барған кезде бұның F0 және F1 дейтін бөліктерін қарастырамыз. F0 бізде турбиналық бөлігі, F1 бізде каталитикалық бөлігі. Енді протондық градиент бойынша мына протондар турбинаға кіре бастайды. Кіріп төбіне түседі, каталитикалық бөлімге барған кезде осы жерде осы АТФ синтазаның ротаторы орналасады. Бұл ротатор мынандай болады.
осылардың арасына протон кіреді да осыны айналдырады ротаторды. Ротатор айналған кезде мына АТФ синтаза дейтін фермент жұмыс жасап бастайды. АТФ синтаза АДФ-тің АТФ-ке айналуына жағдай жасады. Яғни аденозин дифосфатты фосфорлайды. Ол арқылы аденозин трифосфат алынады. Міне, бізде электрон тасымалдау тізбегі немесе тыныс алу тізбегі осылай жұмыс жасайды. Энергия бізде надаштан фадаштан осылай түзіледі. Енді қорытындылай келе есептейік барлық жиналған АТФ-тер мен надаштарды. Надаштардың нәтижесінде АТФ-тер түзілді әрине. Енді қарайық. Ең бірінші гликолиз сатысына. Гликолиз сатысында бізде түзілді 2 надаш және 2 АТФ. Айттық біз 1 надаш 3 АТФ-ке тең дедік. Яғни бұл жерде 2 надаш берілгендіктен бізде 6 АТФ болады. 6-ға 2-ні қосқан кезде 8 АТФ түзіледі. Бұл анаэробты гликолиз сатысында түзілген АТФ саны. Енді пируват дегидрогеназа кешенінде бізде 2 надаш түзілді. 2 надаш бізде 6 АТФ-ке тең болады. Ал Кребс циклында бізде 2 айналымдікін есептейміз. Сол кезде 2 айналымда, 1 айналымда бізде 3 надаш түзілді, ал 2 айналымда 6 надаш түзіледі. 2 фадаш 2 және 2 АТФ түзіледі. Енді есептейтін болсақ, 6 надашымыз бізде 18, оған 1 фадашымыз айттық 2 АТФ береді дедік. Бұл жерде бізде 2 фадаш 2 берілген. Сондықтан 18 плюс 4 бізде 22, 2 АТФ-ті қосқанда 24. Жалпы саны 24 АТФ түзіледі Кребс циклының соңында. Яғни электр тасымалдау тізбегі екеуі бірге қосылып кетеді, Кребс циклы екеуі. Енді бәрін қосып шыққанда бұлардың соңында бізде 38 АТФ-ті беретін болады. Міне, Кребс циклы бұл қиын сияқты көрінеді, бірақ на самом деле оңай. Түсініп оқысаңыздар, конспект жасап алыңыздар, реакцияларды жаттаңыздар, өздеріңізге оңай болу үшін. Қайта-қайта қайталай беріңіздер. Енді осы бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.